В общем, достар, бүгін менде жаңа влог. Салонға барамыз, и бізде фотосессия болады. Қазір мен еще салонда жаңа жылдық, мама, не смотри. Мен бүгін еще влог салам жаңа жылдық. Вообще біз кеттік, еще бізде бүгін бұлтты погода, жаңбыр жауып тұр. Осылай. Это мой брат. Вот мен новогодний влог салып жатырмын. Мен подругам. Мен бұл салонда алғашым екенмін. Бірге дейміз. Сенің влогқа сөйлеп көрмеген досың. Келіңіздер, кірпік істегілеріңіз келсе. 10.28 болды. Короче, достар, мен Арайкамен кездестім. В общем, қазір салоннан шықтық та, и неге бара жатырмыз? Кофе-бумға бара жатырмыз. Вот. Ужас болып тұр енді. Мы в черном. Да. Қараңыздар, ағам маған не әкеп берді. Үлкен киндер-сюрприз. Еще мен алматинский страшилка дейін көріп жатырмын. Игорь, давайте начнем с первого человека. Бүгін Аймандаден туған күніне шариктер алдық. Вот подарок. Всем привет! Вот мен подругам кездесуге жіберіп жатырмын. Бүгін бізде 4 февраль. Аяука мен Арайкамен кездесуге келдім. Олар ертең Алматы қаласына оқуға кетіп бара жатыр, сондықтан да бір рет кездесіп қалайық деп шештік бүгін. Жібек өміріне бақытты. Мен қорқынышты ғой, иә. Мен қорқынышты жерде. Енді үйге қайтамыз. Түстік. Үшін дұрыс. Минус бір не ғой? Тоқтаңдар. Тоқта. Шық. Аяқ. Шықыңдар. Шық. Ой, çok kötü. Mama bolsa çalsa. Yok. Uzaktan şurası. Özümünüzdür şındırmış. Жолы қайда? Шаға қайтамыз. Қасым қақпақты отырмасын деген азыппа. Мен жібекті қалай танығаным туралы айтып беремін. Мен осы салонға жұмысқа тұрдым 30 август күні. 30 август күні тұрдым. Бірінші күні мен осында отырған кезімде, YouTube ақтарып отырған кезінде біздің салон нечайно шығып қалады. Ол біздің салон емес па деп айтамын ғой. Сөйтсем сенің влогыңды сол кезде көріп қалдым. Сөйтіп мен сенің басында Жібек Садуова деген кім вообще деп өзім сұрақ қойып жүрген, Жібек Садуова деген вообще кім деп ше.
сөйтіп кейін сенің уже жас қыз екеніңді білдім. Влогты ашып ерінбей көрдім. Сол күні до конца сенің қандай влогтарың бар, соның бәрін көріп шықтым. Уже сені жақыннан тани бастадым. Сенің 25 факт, соның бәрін уже мен көре бастадым. Сөйтіп сенің отбасың и сен туралы мен жақын тани бастадым. Сен осында келіп жүретінсің, бірақ мен сен туралы барлық нәрсені біліп жүретінмін, короче. Сен бірақ келіп бізбен онша араласпайтынсың. Сенің неден қорқатыныңды, ужасный кинолар жақсы көретініңді, бөлмеңе рум-тур жасағансың оны, Новый годта, сосын туған күніңді, короче, бәрін көрем мен. Оданша влогтан. Сөйтіп сен прям жақын тани бастадым. Өмірде вообще сөйлеспейміз. Бірақ мен сені 5-ке біліп жүрем. Бүйтіп таныс алдық қой сенімен. Қазір ғой енді. Жақын подружкамыз ол кезде вообще танымайтын едім. Сен влогтарың қызық бола бастады да. Сөйтіп күніне 2-3 мәрте дейін көріп шығатын едім. Көрсем де ше. Солай мен Жібекті анық тани бастағанмын. Қазір енді жақын подружкамыз. Жібек деген, оказывается, жақсы қыз екен деп. Қазір бұл визажист мамандығына қызығып, қазір негізі басында сам себе үйреніп жатқан. Енді қазір клиент қабылдап уже макияж жасауды да үйреніп жатыр. Жібек ханым, бола қойсаңыз бәрімізге дұрыс болатын еді. Жібектің мінезі ашық, ешкімге жамандығы жоқ. Ешкім туралы жаман нәрсе ойламайды. Оказывается, сен бұл жақтағы ешқайсы влог түсіретініңді білмейді екен. Кеймен айттым оларға. Оқуғымай. Влог түсіреді екен ғой деп. Олар да қызығушылық танытып көре бастады. Даже квартирада қыздар да көре бастады. Даже менімен бірге тұратын қыздар да көре бастады сені. Шай ішіп отырып, бәріміз бірге көреміз. Короче, қап қойып ше. Қазір біз легкий макияж жасап жатырмыз. Әлі бір қастамыз. Өте жай жасайтын мастер. Нет, сен сөйлеп тұрған кезде маған ыңғайсыз болды.